Саламатсыздар ма? Бүгін мен булочка пісіргелі отырмын. Бұл булочка пісіргенге әрине бізге ұн керек болады. 2 жұмыртқа, 4 ас қасық қант, және 1 пачка мынандай менде пампушка, маргарин, сонымен қатар аштыққа, мынандай құрғақ аштыққа, және 250 граммдай су, судың орнына сүт болса да болады. Мен чай ас қасықпен міне тұзымызды салып, суымызға араластырып алам. Маргаринімізді қазір ерітіп аламыз. Мен микроволновка ерітем. Суымыз жылы болу керек. Енді жаңа еріткен маргаринімізді құямыз. Енді бәрін дайындап алдық. Мен ұнды өлшемеймін. Енді ұнымызды елеп, шетінен ұнды қосамын. Нанымыз өте жұмсақ болу керек. Сонда булочкамыз сондай мамықтай болып, әдемі піседі, жақсы көтеріледі. Міне нанымызды ең қандырып, илеп алдық. Енді нанымыз көтерілгенше жылы жерге орап қойып қоямыз. Нанымыз ашылды, көтерілді. Қолымыз сұйық майға салып аламыз. Енді қантымызды саламыз. Сыртынан жақтық. Енді духовкеге 180 градусқа 15-20 минутқа қойып пісіріп алам. Міне булочкамыз пісті.